Сәлем достар, көріп тұрғандарыңыздай біз қазір жасыл желекті суарып жатырмыз. Сонымен қатар бүгін көгалдандырумен, қаланың тазалығымен айналысатын боламыз. Мамандықтың барлығы жақсы, бағдарламасы Ақтаудағы Green City жүйесімен бірігіп жұмыс жасайтын болады. Ал күніміз қалай басталды, сәл кейін шегініп тамашалайық. Таңғы 7-де бірінші шағын аудандағы су құю бекетінде су тасушы көліктер осы жерден су алып бүгінгі жоспарға сәйкес бекітілген мекен жайларға аттанады. Онда арнайы суарумен айналысатын бригада жасыл желекті суарып бастайды. Осылай таңғы 7-де басталған жұмыс кешкі 6-ға дейін жалғасады. Біздің екінші нүктеміз суаруға келген 12 және 16 шағын аудандар арасындағы жол айрық. Қазір мен жасыл желекті суаруды бастайтын боламын. Қазіргі таңда Ақтау қаласы аумағында санитарлық тазалық және де көгалдандыру жұмыстарымен Green City Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер мекемесі атқаруда. Суару жұмыстарын 6 бригада жүргізеді, ал әр шағын аудан шамамен 10 күн сайын суарылып отырады. Көгалдарды суарумен қатар Green City жұмысшылары жасыл желектерді қырқу жұмыстарымен де айналысады. Жұмысшылар таңғы сағат 7-ден кешкі 4-ге дейін газон қырқу жұмыстарын жүргізеді. Осы көктемде істеймін көгалдандыруда. Таңертең сол 7-де бастаймыз жұмысты. Төртке дейін аяқтаймыз соны. Жұмыс жақсы. Бір бастықтар хабар алып тұр, күнде келіп қасымызға. Жұмысымыз жақсы. Айлықтар уақытында 6 жыл болды. 6 жылдан бері осы көгал қырқумен. Сол көгалдандыруда осында келатырмыз. Мен қазір мына көгалдарды қырқу жұмысымен, мына косилка машинасымен айналысып келдім. Өте қызық жұмыс екен. Өзімді жасыл желек қию жұмысында сынап көрген соң тазалық жұмыстарын жүргізуге бардық. Green City мекемесі жалпы санитарлық тазалық жұмыстарымен де айналысады. Қазір көріп тұрғандарыңыздай мен мына орнықты алып, мына КамАЗдың артына лақтырамын бұлай. Жаз басталса болды, қаламызда тазалық мәселесі өзекті. Әсіресе мына теңіз жағалауында қарапайым қала тұрғындары өздерінен соң мынандай қарбыз қалдықтарын, тамақ қалдықтарын тастап кетеді. Бұл дегеніміз міне мында қазір әртүрлі шіркейлер үймелеп жатыр. Бұл экологиямызға кері әсерін тигізеді. Қала өзіміздікі, жағажай да өзіміздікі, бірақ қаламыздың тазалығына деген қарым-қатынасымыз тым немқұрайлы. Қаланы таза ұстау өз қолымызда. Міне мұнда көріп тұрғандарыңыздай мынандай сыраның бос бөтелкелері, пластикалық ыдыстар, темекінің қалдығы және алманың қалдығы жатыр. Қоқыс жинап болған соң Green City мекемесінің бас инженері Ақжол Сәндібековтен сұхбат алдым. Оның айтуынша мекемеде шағын аудандарды суарумен 6 бригада айналысады. Әр бригадада 3 су көлігі бар, ал қоқыс жинаушы 20 бригада күнделікті кесте бойынша жұмыс жасайды екен. Green City жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшысы ретінде атқарған бір күнім осымен тәмам. Біз мұнда көгалдарды суардық, абаттандыру жұмыстарымен айналыстық және де жағалаудағы қоқыстарды жинаумен айналыстық. Шыны керек өте қиын жұмыс. 40 градус аптап ыстықта өзіміздің аналарымыз сияқты адамдар осындай жерлерді тазалайды, суарады. Қала тұрғындарына өтініш осы тұста еңбектерін бағалайық, себебі қала өзімізге керек. Осымен мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.